Ертеде Әуесқан деген хан болыпты. Ханның қырғылы болыпты. Хан ылғи да осы балаларыма бір жақсы жерден қалыңдық тауып берсем ғой деп армандап жүреді екен. Арада бірнеше жыл өткен соң хан бір байдың 40 қызы бар екенін естиді. Соның қалың малын шешіп келуге өзінің адамдарын жібереді. Олар байға барып, бізді хан жіберді. Балаларына сіздің қыздарыңызды айттырғысы келеді дейді. Бай қыздарыма қалың мал алмаймын, бірақ бір шартым бар. Менің үйімнен өздеріңнің үйіне дейін тұп-тура жол болсын. Ал жолдың екі жағынан бау өсіп, оның түбіне су шығып, бұлбұлдар сайрап тұрсын. Егер осы шартыма келісетін болса, осыны бір жылда орындап бітсін дейді. Ханға байдың шартын жіберген адамдары айтып келеді. Хан мақұл көріп, 40 баласын шақырып алады. Ең кенжесін үйіне қалдырып, 39 ұлын нөкерлерімен әлгі тірлікті тындырып келуге жібереді. Балалары бірнеше ай жүріп, түк бітірмей қайтып қайтады. Осы кезде үйде қалған кенже баласы: әке, енді мені жіберіңіз, бұл істі мен бітіріп келейін дейді. Баласы айтып қоймаған соң әкесі амалсыздан келіседі. Бала жолда келе жатып, бір ақсақалды аппақ киімді адамға сәлем береді. Шал сәлемін қабыл алады. Қарағым, қайда барасың деп сұрайды. Бала болған жағдайды шалға айтып береді. Шал болса: балам, мен сенің тілегіңді орындайын, көзіңді жұма ғой дейді. Бала көзін жұмады. Бір уақытта көзіңді аша ғой дейді шал. Бала көзін ашып жіберсе, тілегінің бәрі қабыл болып қалыпты. Шал үйіне барған соң: қыз ауылына сен барма, ағаларың барсын. Ағаларың бірнеше ай жатып қайтады, қайтарында қатты боран болады. Сонда жолда бір ақ үй кездеседі. Ол үйге ағаларың бармасын дейді де шал көзден ғайып болады. Бала үйіне оралады. Содан хан кіші ұлын алып қалып, 39 ұлын қайын жұртына жібереді. Барғаннан кейін бірнеше ай жатып, қалыңдықтарын алып, керней сырнайларын тартып келе жатады. Баяғы әулие шалдың айтқанындай қатты боран болады. Жолда айналасында ағашта жайнап тұрған аппақ үйді кездестіреді. Ақсақалдың кірме деген сөзін естерінде сақтайды. Алдыңғылары кірместен көшті бастап жүре береді. Ал артта келе жатқан адамдары аттарын байлап білместен кіріп кетеді. Алдарынан бір айдаһар ысқырып қарсы алады. Айдаһар: бәріңді жұтайын ба, немесе үйлеріңдегі кенже бауырларыңды әкеп бересіңдер бе дейді. Ойбай, әкеліп берейік деп қорыққандарынан уәде береді. Өздері солай ілгері жүріп кете береді. Үйде қалған кенже ұлы түс көреді. Түсінде ағаларының айдаһарға әкеліп береміз дегенін сезеді. Солай бала айдаһарға өз аяғымен келеді. Айдаһар да бұны күтіп отыр екен. Балам, жақсы келдің, арқама мін дейді. Бала айдаһардың арқасына мінеді. Мінген соң көзіңді жұм дейді айдаһар. Бала көзін жұмады. Екеуі жердің шетіне қарай біраз уақыт ұшады. Айдаһар балаға: көзіңді енді аш дейді. Не көрдің деп сұрайды. Бала: анау жерде бір ұзын ағаш көрдім. Ол ағаштың басында бір қыз отыр дейді. Айдаһар балаға ендеше: сол қызды маған алып кеп бер. Алып кеп бермесең, мен сені жұтамын дейді. Бала мақұл көріп жүріп кете береді. Жолда бір түлкі патшасының аяғы сынып жатыр екен. Бала: мен аяғыңды емдейін дейді. Түлкі емдесең жақсылығыңды қайтарамын дейді қиналып. Бала сынығын салып байлап, сипап жібергеннен кейін түлкінің аяғы жазылып кетеді. Сонда түлкі: менің жүнімнен ал, қиналғанда керек боламын. Бір талын тұтатып жіберсең,
сонда қасыңда боламын дейді. Бала тағы келе жатып алдынан патша құмырсқасының жаралы екенін көреді. Бала құмырсқаға жараңды жазып берейін дейді. Құмырсқа иә, қолыңнан келсе жазып бер дейді. Бала сүп деп жіберген екен, құмырсқаның жарасы жазылып кетеді. Құмырсқа сонда балаға бір кішкене тас береді де былай дейді: қиналған кезде осы тасты отқа сал, мен қасыңда болам дейді. Осылайша бала да іздеген қызға жетеді. Кесе сұлудың қасында 40-та ұйықтап жатыр екен. Олар ұйықтаса 40 күн ұйықтайды екен. Қайдан келе жатқан жансың? Бұрын мұнда адам баласы келмеуші деп қыз таңырқанады. Бала, мен бір ханның баласымын. Әкеміз түсінде сізді көріп ғашық болыпты. Іздеп тауып келуге мені жіберді дейді. Бірнеше жыл кезіп жүріп, ақыры өзіңізбен кездесіп отырмын. Қыз ойланып отырып, мен саған ерейін, бірақ 2 талабым бар. Соны орындасаң, сенімен еріп жүремін. Бала, талабыңды айт, орындайын дейді. Қыз, мына 2 түлкімді кешке дейін жаяу қуып ұстап бер. 2-ші талабым, 1 қап бидайды құмға сеуіп жіберемін. Бір дәнін кем қылмай теріп бересің дейді. Бала келісімін береді. Қыз сол кезде 2 түлкісін жіберіп, бидайды құмға шашып жібереді. Бала өзі емдеген түлкінің жүнін тұтатып жіберген екен, ол дайын болып келе қалады. Бала, ана 2 түлкіні ұстап бер деген екен. Ол айтқанын орындайды. Содан бала құмырсқаға патшасының тасын отқа салған екен. Ол да келе қалыпты. Бала құмырсқаға мына бидайдың бір дәнін кем қылмастан жинап бер дейді. Құмырсқалар бидайдың бір дәнін қалдырмай жинап болған соң әкеліп береді. Бала дәндерді қызға тапсырады. Жарайсың, енді сенімен жүремін деп қыз келісімін береді. Бала қызды ертіп әкеле жатып, бірнеше күн өткеннен кейін мен сені алдап келе жатырмын дейді. Оқиғаны бастан аяқ баяндап береді. Мен де бәрін сезіп келе жатырмын дейді қыз. Онда бір амалын табайық дейді қыз. Бала, сонда не амалы бар дейді. Қыз, сонда менен бір күн ерте бар. Сол кезде Айдаһар қыз қайда деп сұрайды. Сонда сен түстік жерде келе жатыр дерсің. Айдаһар далаға шығып ысқырған кезде сен сандықтағы 2 кептердің басын жұлып аларсың. Бұл өліп қалады дейді. Солай бала Айдаһарға келеді. Айдаһар одан қыз қайда деп сұрайды. Бала, қыз түстік жерде келе жатыр дейді. Айдаһар далаға шығып ысқырған кезде бала барып кептердің басын жұлып алады. Жүгіріп далаға шықса, Айдаһар өліп жатыр екен. Осылай тапқыр да батыл да бала сұлу қызға өзі үйленіп, мұрат мақсатына жеткен екен.